Мен білемін, Путинді айта жұрттың бәрін шаршатқанымды білем. Басқа тақырып жоқ сияқты осы Путинді ғана жамандайсың да жатасың дейтіндер бар. Олардың сөзінің жөні бар. Бірақ енді менің мына ютубтағы көрермендерімнің 30% басқа мемлекеттердің көрермендері. Ішінде 17% ресейліктер. Региондарды көрсетпейді. 17% ресейліктер, ішінде қайсысы жақут, қайсысы татар, башқұрт, кавказ халықтары екені белгісіз. Бірақ енді мені көретіндер солар болуы тиіс. Өйткені Рязань, Калуга, Тула тұрғындары мені қайтсын. Сондықтан маған орысшалап айтуға да тура келеді. Мәжбүрмін. Өйткені мен де енді айналысып жүргенім үгіт насихат. Мына біздің жаңағы Назарбаев, Тоқаевқа келсек, неге оларды айтпайсың, неге сынамайсың, неге сөкпейсің дейтіндерге жауабым, оларды қайта айтып қажет не? Суды қанша сапырсан да майы шықпайды. Назарбаев, Тоқаевтың және басқаларының істеп жатқандарын менсіз ақ көріп отырсыңдар, білесіңдер. Сосын мен оппозиция емеспін. Мен олармен алысып жүрген жоқпын. Назарбаевтың мұрасымен, бүгінгі Тоқаевпен. Менің алысып жүрген тек қана Ресей. Солардың ықпалы, соны көрсету, соларға қарсыласу жолым, таңдаған жолым, бағытым осы. Ресей ықпалы жойылмай, біз тәуелсіздік жолымызға тұра алмаймыз, соны білем. Ресей ықпалы жойылмай, біз оның шеңберінен шықпай, сол құлдық санадан айырылмай жүреміз, соны білем. Сондықтан бүкіл күшімді мен соған салудамын. Ресей туралы айтуға мәжбүрмін сол себептен. Ал біздікілерін қайта айтып, сендер естімеген, сендер білмейтін не бар? Олармен қосылып, балағат сөз, бұлапыт сөздермен жарысып, шеберлік танытып, пайдасы жоқ деп ойлаймын. Оппозициялеріне жаңа қатарына қосылып, мен ондай мақсатым жоқ. Сосын үшіншіден, Ресей қаупі әлі төніп тұр, әлі жойылмаған. Әскери қаупі да бар. Ресей баяғы жартас, сол жартас. Ол жасырмайды, арам пиғылын, аузынан азу тістері қанталап тұрған оны жер шара біледі. Олар көздеп отырған мемлекеттердің ішінде бұрынғы кеңес одағы тарапына кірген бізде бармыз. Сол қайттан жинап өз қорасына қуып тығуға бізді де көздеп отыр Путині. Сондықтан сол қауіп әлі жойылмай, мен өз билігімді сөгуге датым бармайды. Өйткені мен ұлтшылмын. Мына билігім қандай кемшіліктері болса да, мен оларға үлесімді қосып, өз билігімді қанша қара болса да, әппағым деп айтуға мәжбүрмін. Қанша қара болса да, әппағым деймін. Өйткені екі ғасыр армандап келдік. Осы өз билігіміз қашан болады деп. Ал енді келді. Қазіргі екінші президентіміз. Менің арманым, Америка сияқты бізде 30, 40, 50 президент саны болсын, қазақ елі мәңгі болсын деген арманым бар. Ал әр президентке тарих өз бағасын берер. Тарих па, сот па, мысалы Назарбаев. Әрине, мен де білем, сендер де білесіңдер, менсіз ақ оны жегені де бар, басқа былықтар да бар. Басқа небір тақырыптар бар, оны айта берсең ол бітпейді. 2 күн бейнені өшірмей айтуға тура келетін. Оны қайта айтып қажет жоқ маған. Басқалар айтсын. Оппозиция болып жүрген, оппозиция смақ болып жүргендер. Мен оппозиция емеспін. Менің жауым біздің билігім емес. Менің жауым Ресей билігі. Путин, оның өкілдері,
ресейдегі біздегі біз тәуелсіздігімізді айырмақшы болып бізді басып алуға тырысып жүрген солар менің жауларым. Мыналар енді қандай болса да өз билігім, соқыр қотыр болса да менікі. Сондықтан оларды сөгуге, сынауға мен бармаймын. Ресей қаупі жойылмай мен бұл саясатпен айналыспаймын. Сосын келешек көрсетер, көрерміз. Алла қаласа оған да жетерміз. Шамалы қалды. Ресейге де тықыр таянды. 3-4 жылдан кейін бізде де сайлау, басқа небір саяси жарыс додалар болады. Соған мүмкін қатысармыз, ұлтшылмыз деп. Сонда көреміз. Ал дәл қазір өз билігімді сөгуге мен бармаймын. Қолдаймын деп айтуға болады. Ресей қаупі жойылмай өз билігімді қолдаймын. Сол ұлтшыл болғасын, өз жеке басымның саясаты осындай.